Aysultan! 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 Aysultan telefon oynar zatı koy. O yesinmeydi. Aysultan siz kalar mısınız? Oradasın. Жақсы oyunçumuz koy. Aysultan! Aysultan! Hani siz? Megen ayғайлап тұрған. Неге тағатқа айғайлап тұрсыңдар? Не болды? Сәлем досым, қалайсың? Бүгін футболдан қызық ойын басталады. Бір ойынға дайындала алайық. Достарым, кешіріңдер. Футбол ойнауға еш шақым жоқ. Мен бармаймын. Қолым тимей жатыр. Өздерің бара беріңдер. Айсұлтан, тағы телефоннан басқа өтемей ойын ойнап жатсың ба? Одан да футбол ойнап жүрген пайда емес пе? Достарым, мен өзім білем. Айсұлтан, жүрші. Бірге ойнап, бірге жүрген қандай қызық? Достарым, жоқ, мен бармаймын. Ой, жарайды. Тынышталыңдар, балалар. Шулағандарыңды тоқтатыңдар. Балалар, бүгінгі ізгілік сабағымызда еркін тақырыпта өлең шумақтарын шаттап келіңдер деген болатынбыз. Шаттап келдіңдер ме? Шаттап келдік. Шаттап келгендер айта берейін. Ең бірінші мен бастайын. Балалар, мен тіл туралы өлең шумақтарын шаттап келдім. Біз өз тілімізді құрметтеуіміз керек. Және де мен сендерді тілімізді құрметтеуге шақырамын. Бабам тілі сан ғасырлар сөйлеген, талай шешен, дауды шешкен сөзбенен, теңсіз алмас қылыш секілді, талай ойды қасиетімен тербеген, өткір тілмен айтылғанда ой деген, жан дүниең сезіміңді өзгерген, сезіміңді ана тілмен бейнеден, неге сезім басқа тілді өзгеден? Жарайсың, Ахмет, дауысыңды кішкене көтеріп айт. Енді кім айтады? Мен айтамын. Ата-баба аңсаған азаттық деп қарсы алам. Жер жаһанға, ғаламға бостандық деп жар салам. Азаттықтың ұраны, алаш еді жүрені, халық жайды көгінге еркіндіктің қыраны. Жарайсың, өскен өлеңді мәнерлеп және анық қылып айт. Енді кім айтады? Мен айтамын. Балалар, мен Мұқағали Мақатаевтың «Үш бақтым» туралы өлеңін жаттап келдім. Үш бақтым. Ең бірінші бақтым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбат тұрақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақтым сырың менің, тас жүректі тіліңмен тілімдедім. Пейілде, дүниеде, түсімде, қасиет тіліңмен тілімдедім. Бақтым бар үшінші отан деген, кім мықты десе біреу отан берем. Оты сөйлеп қалғанда жаңарсың ба, ойланбай-ақ сендағы отан менен. Жарайсың, Раяна, балалар, біз бұл өлеңді жатқа білеміз ғой, неге айтпай тұрсыңдар? Енді мен айтамын. Балалар, мен орыс тілінде тақпақтарды өте жақсы ойлаймын. Сендерге бірін айтып берейін. Казахстан моя земля, я люблю свою страну и горжусь ею. Казахстан моя земля, мне ее роднее, что нам Родина дала, золотые стены хлеба, птиц поищет колоса, голубые небеса, а еще поля и горы, необъятные просторы. Время преданных друзей, самых лучших на земле. Жарайсың, Аяна, тағы да орыс тілінде өлең шумақтарын жаттауды әдетке айналдыра бер. Мен айтам, балалар, мен Мұқағали Мақатаевтың «Таудай болғым келеді» өлеңін жаттап келдім. Таудай болғым келеді. Ала сатып ауасын, өткен бердің, астыма әкеп түсейді көк белдерін. Алып тауды бесік қып, өсіпсің ғой, ғұмырым керемет, неткен менің, тау менің, сесібем тиіп керек. Мендегі шарттық бөлек кейбірек, ақ сақалдар таудай бол, дейді маған, таудай болғым келеді, биік керек. Жарайсың, көркем, енді кім айтады? Балалар, енді мен айтамын. Балалар, мен де тіл туралы өлең шумағын жаттап келдім. Сүйемін, туған тілді анам тілім, бесікте жатқанымда берген білім, шыр етіп жерге түскен минутымен
құлағыма сіңірген танысым. Жарайсың, Ақберен. Енді кім айтады? Мен айтамын. Ой, сабақ басталып кетті ме десем, әлі басталмапты ғой. Айсұлтан, біз дайындықты бастап кеттік. Демек, сабақ басталды деген сөз. Қоя берші. Енді кім айтады? Мен айтамын. Өмірге келіп, анамды көрдім. Еді ол жаным, арайлы таным. Хамалы жетіп, жолымен ертіп, үйректі тұрбай, балқының әлемі. Неге күлесіңдер, балалар? Зере өте тамаша айтты. Тек қана Зере әуенімен қосылып айтса, өте керемет шығады ғой. Басқа ешкім айтпайды ма? Мен де айтайыншы. Туған тілім, бабам тілім, өз тілім. Туған тілім, анам тілім, өз тілім. Туған тілім, далам тілім, өз тілім. Туған не болып кетті, балалар мен ұмытып қалдым. Өмір естесің сен. Жарайды, ендігіде шаттап келетін бол. Даниял, тыныш тұршы. Мен тыныштымын ғой. Тынышталыңдар, балалар. Шулағандарыңды тоқтатыңдар. Балалар, байқадыңдар ма? Тәртібіміз нашарлап кетті. Сабақ үлгеріміміз төмендеп барады. Сізді торымыз мүлде жоқ. Жүргізіп түсініп оқи алмайтын оқушылар да бар арамызда. Балалар, не істейміз? Осылай жүре береміз бе? Я, дұрыс айтасың балым. Телефонға тәуелді оқушылар да бар арамызда. Олар қалай сабақ оқиды? Балалар, мына біздің мәдениетімізде түрлі үймелеп жұмыс жасайды екен. Домбыра, гитара, вокал. Неге барып егенбізге? Өнерді егенді жеген деген мақал бар емес пе? Мен домбыра үйірмесіне қатысып жатырмын. Ал егер спорт десеңдер, мектебімізде футбол, карате үйірмелері жұмыс жасайды екен. Соған барып қатысайық, балалар. Я, дұрыс айтасың, Ақберен. Сол мәдениетінде тамаша кітапхана бар екен. Көркем әдебиеттері, ертек кітаптар, шетел әдебиеттері де өте көп екен. Ал мектеп кітапханасында ертек кітаптар өте қызықты екен. Бәріміз кітап алып оқуды, балыш жақта әдетке айналдырайық. Қалай қарайсыңдар, балалар? Мен келісемін. Сөздік қорымыз дамиды. Жылдам түсініп оқуға қатыспасамыз, барсақ барайық. Барайық. Сұлтан, сендер осылай телефон шұқлап отыра бересіңдер ме? Жаттауда жаттамағансыңдар. Мен өзім білем, ертең жаттаймын. Мен де ертең жаттаймын. Достар, қазір телефонның пайдасы мен зияны туралы ортада айтып талқылайық. Содан кейін телефонға тәуелді ұстамыз. Мүмкін түсінер. Я, өте орын түсінсе екен. Бірінші телефонның пайдасын айтайықшы. Қазіргі заманда телефон әр адамның күнделікті өмірге қолданылатын маңызды құралы. Мысалы, телефон арқылы алыстағы адамдармен, туыстармен хабарлама жазамыз. Түрлі мәліметтерді интернеттен іздеп тауып аламыз. Кейде үй тапсырмасын да телефоннан орындай саламыз ғой. Телефонның пайдасы өте көп. Я, көркем, дұрыс айтып тұрсың. Телефонның пайдасы шаш кеткен ғой. Ой, шаш кеткен деген сөзді түсінбей қалдыңдар ма? Ол пайдасы өте көп деген сөз. Бәрін телефоннан табамыз. Бәрін телефонмен жасаймыз. Мысалы, мен сабаққа келерде автобустың қай жерде келе жатқанын көріп, уақыт бойынша шығамын. Міне технология және сендердің қай жерде жүргендеріңді аналар біліп отырады. Ғажап емес пе? Телефонның пайдалы тұстары қандай көп болса, зиянды тұстары да өте көп. Соны білу керек, балалар. Я, сонымен қатар түрлі ойындар ойнап, бейнекөріністі қарап, біздің сабаққа деген зейінімізді төмендетеді. Сондықтан достар, телефонды бір пайдасымен және де белгілі бір уақытта қолдану керек. Жарайсыңдар, балалар, ойларың өте жақсы. Ал балалар, телефон ұстау мәдениеті деген не? Бұл қоғамдық ортада, сабақта, үйде немесе қонақта телефонды дұрыс сыпайы орынмен қолдана білу ережелері. Жарайсың, Азамат. Ал балалар, телефон ұстау ережесін кім біледі екен? Телефонды сабақ үстінде сумкаға салып қою керек, немесе партаның астына қою керек. Сөйлескенде дауысты көтермеу, құлаққапты қолдану керек. Жарайсың, Даниял. Тағы кім не айта алады? Қонақта үлкендермен сөйлесіп отырған кезде телефонға үнемдеу керек. Аз ішіп отырғанда телефонға үнін жерге қойып қою керек. Жарайсыңдар, балалар. Енді кім
Тағы кім не айта алады? Бейтаныс адамды видеоға және суретке түсіруге болмайды. Телефонда зиянды контенттер көруге болмайды және оны таратпау керек. Түнде телефон шықпамай дер кезінде ұйықтап қалу керек. Әдепсіз сөз жазылған хабарламаларды қолдану керек. Жарайсыңдар, балалар, өте дұрыс айтып жатырсыңдар. Енді осыны іс жүзінде жасау керек. Телефоннан өзімізге, сабағымызға қажетті пайдалы ақпараттарды көріп пайдалануымыз керек. Біздің достарымыз тыңдамай, түсінбей отырғандай сияқты ғой. Не айттыңдар өзі? Тек ойланай берсең, қалай түсінесің? Әрқайсың бір ақыл айта бермеңдерші, мен өзім білем. Жарайды достар, бүгін біраз нәрсе үйрендік, білдік. Енді келесі сабаққа дейін тағы бөлек жұмақтарын жаттауды жалғастырайық.